Elhamdülillah, ve salatu vesselamu ala Resulillah, amma ba'd. Бұл запись, иншалла, Шам жөнінде болады. Айтқанымыздай, бұл запистер енді сабақ емес, жаңағы бір мәтіндердің шархы емес, жай ғана запистер, әртүрлі тақырыпқа қатысты. Бұл запистердің бір-бірімен ондай ешқандай бір қатысы да бір-біріне болмауы мүмкін. Жеке-жеке бір тақырыптар, әртүрлі тақырыптар, қалаған кезде, болашақта да мысалы, осындай бір запистер мүмкін жазып тұрармын. Егер бір жаңалық болып жатса ислам умматында, немесе менде бір әңгімелер жиналып қалған болса, бір фавайттарын бөліскім келетін, сол кезде мүмкін жазып тұрармын. Айтқандай, бұл запистер жаңа таухид суннат сабақтарынан бөлек болған запистер болады. Басқа бір сурет тауып, солай шығарып тұрармыз иншалла. Таухид сунна деп емес, басқа бір сурет, жеке бір сосын бөлек бір папкаға салып. Енді бұл записте Шам жөнінде айтайын. Альхамдулилля, жалпы соңғы кездегі ең бір мықты бір жаңалық ислам умматы үшін бәрін таңғалдырған, бәрін қуантқан. Бұл қарасақ та, мысалы, субханалла, сонда бір жыл жарым уақыт өтті мен жаңағы запистер жазғаныма, джихад жөнінде. Соның ішінде мен мысалы Шам жөнінде сөйлеген едім. Жаңағыдай бір сөзді айтқан едім, мысалы, Шам жеріндегі тағут өз халқын бір 40 жыл сайын қырып тұратындығы. Келесіде біз енді соңғы рет осы 2011-12-лерде болған болса, енді келесіде біз бұл болуына жол бермеуіміз керек деп, күшке жетуіміз керек деп, тезірек жаңағы тағутты, бәшшарды жоқ қылуымыз үшін. Субханалла. Шын айтсам, мен ол записті жазғанда, енді әрине ғайыпты білмейміз ғой бәріміз. Мен ойыма келмегенді, жағдай сол бір жылдың ішінде өзгеріп кететіндігі. Яғни субханалла, уже жоқ. Жаңағы тағут, бәшшар, әсәд деген жоқ уже. Альхамдулилля, аллази би ниъматихи татиммус салихат. Енді бұл оқиғада бізде көптеген бір сабақтар бар. Соған қатысты сөйлейін дегенім. Жақсы, енді қазіргі мына Сирия елінің мен үкіметі жөнінде, олардың саясаты жөнінде, президенті жөнінде, олардың заңдары жөнінде сөйлейтін ойым жоқ. Білмеймін оларда не болып жатқан, қалай болатынын. Не болса да, енді Сирия халқы үшін бұл растан бір үлкен бір жеңіс екендігі. Осының өзіне біз қуаныштымыз. Жаңа Абу Мухаммадин ар-Джулани емес, Ахмед аш-Шара емес. Тіпті де мысалы Башарға қарағанда более бір жақсы болған. Мұсылмандарға кішкене бір мейірімді болған. Сүнни мұсылмандарға, Шам жеріндегі сүнни мұсылмандарға бір мейірімді болған бір адам келгенде, біз соны өзіне қуанған болар едік та. Себебі бұл жерде енді бір Сирияда шариатты орнату емес, жалпы аз дегенде. Ол жерде халық сүнни болған, мұсылман болған халық. Субханалла, енді көрдік қой не болған. Жаңағы Сайдана түрмесі, не деген жауыздық та қарасақ, не деген бір қатыгездік. Адам біреу ұстап алады да 40 жылға түрмеге қамап қояды. Ол адам өмірі жоқ па, семьясы жоқ па, әке-шешесі жоқ па, оны бір күтіп жатқан үйінде. Алла сақтасын. Неше түрлі видеолар енді көрдік қой бәріміз. Көрдік, шок болдық. Жалпы бұл башар тек бір ғана тағут емес қой, енді мұсылмандардың бір мойнына, басына бір шығып алған. Басқа араб жерлері. Енді башар сияқты тағут болмаса да, плюс-минус енді олар да сондай ғой жалпы. Қарапайым халқын қырмаса да, бірақ та тауhidқа амал қылатын адамдарды барлық патша, барлық жерде бәрі соларға қарсы да. Енді башар сияқты адам жаңағыдай бір қуып кетіп, қарапайым халқын қырмаса да, бірақ та жалпы біздің ақида болған мұсылмандарды барлық жерде қамайды, азаптайды. Сайданайда жаңа жатқандай адамдар жердің астында, рәшік, басқа да араб жерлерде мұсылман бауырларымыз осылай жатқандықтары, субханалла. Және жалпы мына мен соңғы сабағыма қатысты. Мен жаңағыдай айттым ғой, имансыздар жөнінде айтқанымда. Жаңа сол бір 100 жыл алдын болған соғыстар, Франция жаңа Алжир жерін басып алғандығы, мұсылмандарды өлтіріп, әйелдерді зорлап, Британия басқа жерлерді, 14 елді деп айттық. Одан кейін бұл елдер әскерімен шығып кетіп, одан кейін орындарына жаңағы өздерінің иттерін тастап кетті деп айттық. Соларды ұлықтап, соларға қарап үретін. Бірақ негізінде бұл сөзді ондай дұрыс емес сияқты. Яғни олар күштерімен шығып кетті деп айту. Енді бұны біз бұдан алдында жалпы естігенбіз ғой, бірақ та сол сабағымда ойыма келмей қалғандығы да осында бір айтып кету. Яғни ла шәк. Бізде мысалы жихади шейхтардың айтатындары араб жерінде, мына жер болсын, басқа да араб елдері барлық жерде 200-ден көп па, Американ, басқа да күфір елдердің әскерлері, базалары бар екендігі. Африкада ла шәк жаңағы Франция, олардікі де болу керек қой, базалары. Яғни сонда олар не болса да енді әлі сол мұсылман жеріндегі байлықты сорып жатқан адамдар ғой. Мұсылмандардың өздеріне ештеңе қалдырмай. Енді олар қорқады ғой, қашан болсын жаңағы сол халық қарсы шығып кетеді деп үкіметке, ал ол үкімет болса жаңағы сол Еуропа елдеріне бағынатын үкімет.
Сондықтан олар енді жақын жерде олардың күші болу керек та, халықты басатын. Сондықтан тоже еш күмән жоқ, бұлар әскермен кетіп қалды деп айтудан негізінде қате сияқты. Әскерлер бар, қаншама жасырын болған бір базалар. Жалпы Шамға қатысты альхамдулилля не болса да қуаныштымыз. Бұл ислам умматы үшін, әлемдегі мұсылмандар үшін, жеке түрде Сирия халқы үшін бұл деген үлкен бір қуаныш. Жаңағыдай бір залым болған, тағут болған бір адам кетуі биліктен, оның орнына халықтан болған, сүнни болған, халқына бір мейірімді болған, халқы үшін қызмет қылатын сондай бір жақсы адам келуі билікке, бұл үлкен бір қуаныш. Енді ол үкімет жөнінде айтпай ақ қойсақ та, осының өзі жалпы жеткілікті қуаныш ретінде. Билікке жақсы адам келуі. Ол жердегі мұсылмандар, иншалла, әлі бір азапсыз, тыныш, бір қорықпай, бір өмір сүре алатындықтары. Ал енді үкімет, ол үкіметтің қандай планы бар болашаққа, шариатпен үкім қыла ма, қылмай ма, президенттің қандай планы бар, бұл енді уақыт өтумен көре жатарымыз не болатынын. Бірақ не болса да, осының өзі бір үлкен бір жеңіс екендігі, Башар сияқты тағут кетуі Шам жерінен. Бұл бір дайындық сияқты, иншалла, ислам умматы бір күшке жетуіне бір белгі сияқты. Себебі болашақта, иншалла, бірінші енді Сирия халқы өзі бір аяққа тұрып алғаннан кейін әлемдегі бір мұсылмандарға бір мүмкіншілік беретін шығар Сирияға барып тұруға. Қазірдің өзінде енді жалпы Сирияға адам барса болатын сияқты ғой, зиярат қылып. Бірақ көшіп бару Сирияға, адам семьясымен көшіп баруы, сол жерде өмір сүруі үшін, бұл да иншалла болып қалатын шығар. Бұның өзі үлкен бір жақсы жаңалық екендігі. Мысалы, Башар болғанда бұны біз енді қыла алмас едік та. Сүнни адам Сирияға барып, спокойно тұруы. Ал қазір үкімет иншалла енді жақсы, сүнни адамдар, мұсылмандарға бір мейірімді болған адамдар, енді жайлап әлемдегі мұсылмандар мысалы Сирияға көшіп барса болады. Семьялармен көшіп барып, сол жерде тұрса болады. Сөйтіп, болашақта бір нәрсе басталып кетуін енді сол жерде отырып күтетін болады. Енді еш күмән жоқ қой, соғыс осымен бітіп қалғандығы емес қой, бітіп қалмады. Болашақта әлі болады. Тем более енді Шам жерінде хадистерде келген жер Шам жері. Жалпы Шам жері жақсы жер ғой. Қаншама хадистер келген, Пайғамбар сахабаларға айтқандығы, жаңа бір сахаби сұраған кезде қайда барайын деп, Пайғамбар айтады, алейка бис Шам деп, Шам жеріне бар деп. Басқа бір хадистерде мысалы Пайғамбар Шам жерін жаңағыдай сипаттайды. Хиратуллахи мин ардихи яжтаби илайха хиратаху мин ибадихи деп. Шам жақсы жер екендігі, және ол жерге Аллах жақсы құлдарын жинайтындығы Шам жеріне. Мысалы Мекке Медина, енді Мекке Медина жердің өзі жақсы. Адамдары жақсы ма? Белгісіз, жақсы болуы мүмкін, жаман болуы мүмкін. Ал бірақ та Шам жеріне қатысты келген хадистер ол жердегі тұрғындарды да мақтайды. Шам жеріне Аллах өзі бір жақсы көретін, таңдалған сондай бір құлдарын жинайтындығы келеді хадистерде. Бұл хадистің мағынасын енді жаңа хадисте қуаттайды. Жаңа хадистер Таифату Мансураға қатысты келген. Себебі Таифату Мансура сол Шам жерінде болады ғой. Енді Таифату Мансура Аллахтың сол бір ең бір жақсы құлдары ғой. Дінге қызмет қылатын, ақидалары жақсы болған. Сондықтан бұл негізінде үлкен жеңіс, иншалла. Жағдай бір өзгеріп кетпей осылай жалғасып кете беретін болса, Шам жерінде, Сирияда өмір тыныш болып, сол тыныштықты пайдаланып, әлем бойынша мұсылмандар жалпы Сирияға көшіп барса болады. Сол жерде өмір сүреді. Сөйтіп күтеді бір нәрсе, бір үлкен бір нәрсе басталуын. Сөйтіп енді еш күмән жоқ, болашақта қайтадан бір Шам жерінде соғыстар басталатындығы. Мүмкін тіпті яһудтармен соғыс басталып кетер. Яһудтарды қорғаймыз деп Америка келуі мүмкін. Сөйтіп христиандармен де соғыс басталып кетеді. Енді Америкаға қарсы мұсылмандардың күші аз болғаннан кейін әлем бойынша мұсылмандар барады Шам жеріне. Сөйтіп үлкен бір енді қақтығыстар, иманстармен хадистерде келгенде бәрі сол Шам жерінде болатындығы. Иса алейхиссаламның түсуі де, Мәһди де сол жерде болады. Даджалдың шығуы, Даджалдың өлуі де сол Шам жерінде болады. Даджалдың өлуі Шам жерінде болады. Енді мұсылмандар көшіп бара берсе, болашақта сосын сондай бір соғыс басталып кетсе, біреу немесе Сирияға қарсы соғысы, бір көршілері мысалы, сонда енді мұсылмандарда бір жақсы бір күш жиналып қалған болады тоже. Сол жерге көшіп барған адамдар. Осы жағынан бұл енді өте жақсы хабар, альхамдулилля. Шам жерінде мұсылмандар бір жеңіске жеткендіктері. Одан кейін енді жаңағыдай видеоларда көп шығып кетті ғой. Шам жеріне жаңағы бір шайхтар қайтып жатқандығы. Өздері сол Сириядан қаншама жылдан бері енді елдеріне бара алмай, қазір міне барып жатыр, қуанып, бәрі жылап отандарына қайтқанына. Басқа да шайхтар барып жатыр, басқа елден зиярат қылып, дағуат қылып, қолдау көрсетіп сол жердегі мұсылмандарға. Бұның бәрі жақсы. Бірақ та мен бір жаңа нәрсеге ойланып қалдым да. Кейбір шайхтар барып жатыр, жаңа сол жеңіске жеткен жамаат
оларды қарсы алып жатыр. Бірақ менде бір сұрақ: осы адамдар жалпы жихадты қолдаған адамдар ма екен? Кімдер екен бұлар? Ақидалары қандай болды? Жихадты қолдамай Сирияда жихад қылып жатқан адамдарға қарсы болған болса егер біреу, сендер деп адасқандар, сендер себепті деп бұл азаптардың бәрі бізге келіп жатқан, бұл адам ұялмай қалай барады деймін да. Жалпы адам енді соғысты қолдау керектігі ғой. Құр дұғамен, құр біліммен адам еш нәрсеге жетпейді да. Және ең үлкен бір сабақ бұл жаңағы бұл жеңістен алатын ең үлкен бір сабағымыз күштің маңыздылығы, иадаттың маңыздылығы, жихадтың маңыздылығы. Субханалла, көргеніміздей күш болса аз уақыттың ішінде мұсылмандар қалай алып қойғандықтары, бір елдің билігін аз уақыттың ішінде. Осының бәрі ненің арқасында? Күштің арқасында. Жихад. Ал құр адам өмір бойы дұға қылып жүруі, ешқандай себеп қылмай, иадат қылмай, жихадты қолдамай, мужахидтерге жихадқа қарсы болып, немесе құр тек білім алуы, жихадқа қарсы болып, мужахидтерге қарсы болып, жихадты қолдамай, бұл адамдар жеңіске жетпейді. Жеңіс ол күшпен болады, көргеніміздей Шам жерінде. Күш дайындады, иадат қылды, альхамдулилля, алып қойды. Ал егер тек адамдар сол дұға қылып жүргенде, қанша жыл тағы өту керек еді? Башар кеткенге дейін тағы бір 40 жыл ма? Жаңағы сол түрмеде жатқандар әлі 40 жыл жатар еді ме түрмеде? Мужахидтер осы көтерілісті қылмағанда, билікке қарсы құтқармағанда түрмедегі адамдарды. Түрмеде туылған балдар жасы сонда түрмеден бір 50-60-қа келіп шығар еді ме? Егер адам сол дұға қылып тек сол Башардың өзі өлгенін күтіп отқанда, ештеңе қылмай. Бұл енді анық дәлел күштің маңыздылығына. Мұсылмандар күшке жетуге тырысу керек, күшсіз еш нәрсе болмайды. Ал жаңағы адамдар Сирияға қайтып жатқан, білмеймін енді олардың бәрі кім екенін. Сол сияқты мысалы басқа жерде де бір жерде соғыс болып қалуы мүмкін, сөйтіп бір адамдар ол соғысты қолдамауы мүмкін. Бірақ ол жерде мұсылмандар жеңіске жетсе не болады? Жаңағы соған қарсы сөйлеген адамдар ұялмай сол барады ма? Или бармайды ма? Жаңағы адамдар билікке жеткен күш арқылы, жихад қылу арқылы жаңағы адамдар құрметтейтін болады ма мысалы оларға қарсы сөйлеген адамды? Немесе бір мысал мен баяғыдан бері айтатын едім кей кезде бауырларға. Мысалы жихадты қолдаумен танылған шайхтар бар да біздің умматта. Түрмеде отырған шайхтар бар, түрмеге бірнеше рет қамалған шайхтар бар әлем бойынша. Яғни жихадты қолдап, мұсылмандарға сол жақсылық қалап, шариатпен үкім қылуларын қалап, жерде таухид болуын армандап. Одан кейін басқа шайхтар бар, жихадқа қарсы болуымен танылғандар. Әрдайым жихадқа қарсы сөйлейді, жихадты фитна дейді, мужахидтерді хавариж дейді. Мысалы осы ғалымдар жихадқа қарсы сөйлейтін. Болашақта мұсылмандар күшке жетсе, жихад арқылы әрине, кәдімгідей бір үлкен бір билікке жетсе жерде, сол биліктегі мұсылмандар сол ел немесе жихад арқылы құрылған жаңа жихадқа қарсы болған шайхтарды еске алады ма? Мысалы 100 жылдан кейін дейік, кәдімгідей бір үлкен бір ел құрылған болса, мұсылман елі 100 жылдан кейін құрылса, солар мысалы біздің уақытта мына жихадқа қарсы сөйлеген шайхтарды еске алатын болады ма? Солардың кітаптарымен сабақ өтіп мысалы, немесе олар жоқ болып кетеді ме тарихтан, аттары? Аллаға мен солай деп ойлаймын. Оларды ешкім еске алмайды. Бір мысалы Мәһди тіпті болашақта Мәһди келсе, Аллаға ол кезде де мысалы кейбір шайхтар вообще аты айтылмаса керек, жихадқа қарсы болған.